колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің инженер-педагогтары студенттердің оқу үрдісінен үзбей білім алу үшін қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып толыққанды білім беруде. Осы челленджді облыстық кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарына жолдаймыз. Дәнекерлеу ісі мамандығы. Студенттерді өндірістік оқу бойынша қашықтан оқытып жатырмыз. Жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын. Здравствуйте, ребята! Начинаем наш дистанционный урок русского языка и литературы. Тема нашего урока – односоставные предложения. Односоставным является предложение, структурная особенность которого определяется наличием одного главного члена. Семинария мамандығы. Студенттерімізді өндірістік сабақты қашықтықтан оқытып жатырмыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ірі қара малды клиникалық зерттеу әдістері. Үй жағдайында жасалатын жаттығулар. Бастаймыз. Аяқ иық көлемінде қолымызды белге қойып, басымызды айландырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша өндірістік оқу қашықтықтан оқытылады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ең конкретті жұмысын даярлау. Фермер шаруашылығы мамандығы бойынша студенттерді қашықтықтан оқытудамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы астық сепкіш, сызы 3/6 машинасын көктем егістік дала жұмыстарына даярлау. Физика пәні бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атомның Томсон ұсынған моделі, атомның құрылысын анықтаудағы Резерфорд тәжірибелері, атомның планетарлық моделі. Құрметті студенттер, осы тақырыпқа байланысты дайындалған слайдты сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Бөлшектер шығады. Альфа бөлшектері алтын фольгаға келген кезде ауытқулар пайда болады, және де люминесценттік экранға да жете алады. Резерфорд өз тәжірибесінде альфа бөлшектері алтын фольгаға келген кезде ауытқулар пайда болатынын зерттеген болатын.